Асыл Арман текшесінің қадірменді тыңдармандары, сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Бүгінгі бердімде өздеріңізге тыңдатып келе жатқан Тарбағатай аймағы Тола ауданынан Мәден Ғаниұлының Айығу деген повестін ары қарай жалғастырамыз. Берік менің ізгі жан екенімді уақыт өте келе мойындады. Жазықсыз жәбірлеп, жапа тартқызған мен бейбағын аялап, еркелеткен болады. Өкініштің бар салмағы басына кептеліп, қайғы мұңын ішіне жұтып, дертін тартты. Бір шикөкпеге зар болып, бармаған емші, бармаған доқтыр қана қалмады. Жылт етер үміт оты қалмай, көңілсіз тұрмыстың көлеңке жағын мекендеп, күйсіз күлік күндеріміз жалғаса берді. Адыра қалғыр ақшамен малың табылады екен. Аймалап сүйер алданыш жоқ. Аз ғұмыр аялсыз өтіп барады. Бірақ күнде артта қалар дәулетсымаққа кім ие? Түтін өшіп, түндік артынан ашылса, нағыз мазар сол ғой. Ой бірмай, ойлаудың өзі тым қорқынышты. Өліммен тең. Осылайша без бүйрек тағдырмен тайталасып жүріп, 5 жылдың да белесін астық. Ойпыл да тойпыл күндерде апамыз бен атамыз да арасына жыл салмай, соңғы армандарын арқалап, өмірден өтті. Ол күндерді ойламайын ақ деп, өз-өзіме қатал тежеу қойғандай боламын. Алайда мүмкін емес екен. Ойламағаным осы ма? Сылбыр аяңмен көш сарнына ілесіп келе жатқан кер төбел аттың үстінде бей-жай отырып ақ, өткен өмірінің сүрлеуіне түсіп кетіп шыға алмай, ойға шомып келе жатқанымды сезіп отырсыз ғой. Менің тағдырым немене жырғаған тағдыр дейсің. Құтты мына күз табиғатының сүркей көнендегі бұлт жамылған тау арасының шым-шытырық соқпақ жолындағы көшке ұқсайды. Адам аурудан өлмейді, жабығудан өледі деп жатады. Осы қайғы қасірет ерен таудың мұз қабатындай құрсаған беті ерместен мәңгілік тыныш күйге көп ұзамай әкетер-ау. Ақыры ой соқтылықтан рухани науқасқа шалдыққан бейбақпын ғой. Жалғасты ойлай берейін. Осыдан кейінгі өмірімізде тағы бір келеңсіздік туылды. Бағың күйрейін десе, қырсығың беліңнен шалады екен. Берік 3 жылдық білім жетістіруге Үрімші қаласына кеткеніне де 2 жылдай уақыт болған. Осыдан 1 жыл бұрын жаздық каникулға келгенінде, біріншіден оның өз ықтиярлығымен, екіншіден бала көтермеген әйел басқа біреуден бала алып бауырына салса бала көтереді екен деген сөзге жүгініп, оның нағашы бауырынан ақ тілек атты бір олды туа салысымен үйімізге әкеліп алғанбыз. Мінеки, ол да аяғын апыл-тапыл басып, аяқтануға таяп қалған. Шекесі торсықтай, өзі де сүйкімді сәби болып, күн сайын тәтті қылық шығарып, отбасымды дыр-думанға бөледі дейсің. Өз құрсағымнан шыққандай сүйіп, құшып, еміреніп тұрамын. Келіншекті сұлу көрсеткен құшағындағы баласы демекші, келіншек баласы болғанда ғана өз жарасымын тауып, өмірде ана деген ардақтатқа ие болады екен ғой.
мендегі талай жылдан бергі қайғы дертке ем болған да, басқалардан есе теңдігімді алып берген де, хаңсарымның құрышын қандырып, аналық мейірімімді иеткен де, осы бір періштедей пәк сәбиім болды. Ол менің жанымнан да бағалы, асыл затыма айналып кеткен. Өзім қызметте болғандықтан, оған қарасуға Бағила дейтін салт бой жеткен қызды жалға алған болатынмын. Бір күні осы Бағила аудан жақта тұратын дос қызының үйлену тойына бармаса болмайтындығын айтып, менен 3 күнге рұқсат алып кетіп қалды. Ақ тілегім үшін мен де қызмет орнымнан сұранып, бірер күн мектепке бармай қалдым. Сағат жергілікті уақыт күндізгі 10 мөлшері болып қалған мезгіл. Ауылдық поштаның адамы келіп, Бағилаға келген бір конвертті маған табыс етті. Хат салынған жердің адресі Үрімжідегі берік оқып жатқан мектептің адресімен ұп-ұқсас екен. Қасен атты бейтаныс біреуден келіпті. Айтар болсақ, Бағила да бұрын маған бейтаныс еді. Біздің аяғымызды басып қалған салтпас қыздың ішінде қаншалаған жұмбақ сырлар жатыр, кім білсін. Кіммен жүріп, кіммен тұрғанын маған айта қойсын ба? Менің де ол жағын сұрастырып жатуымның не қажеті бар? Сондықтан оның жеке құпиялықтарына араласуға қақым жоқ. Келген қатын дөңгелек шайтақтайдың үстіне қоя салдым. Нан пісіріп ала қояйын деп, лес қыздырудың әлегінде далада бір қыдыру уақыт айналып, нан да ашып қалған болар деп үйге оралсам, ұйықтап жатқан ақ тілегім оянып алып, шайтақтайды жағалап келіпті де, әлгі Бағиланың конвертін ауызға басып жыртып жіберген екен. Әуелі тақтайдың астына бір дана фотосурет түсіп те қалыпты. Сәбидің қылығына не деп сөгіс айтарсың? Салақтықтан ағаттық тудырып алған бар күнә менде ғой. Айтарға болмаса, дардайда абыржып қалдым. Дереу жинастырып жатып, фотосуретке көзім түсіп кетті. О, құдірет, берік деп отыр ғой мына бейтаныс адамдардың қасында. Шыққыр көзім шығып кетпей, көрмеуге тиісті нәрсені неге ғана көрдім екен деші. Суретте жанға ләззат әперерліктей, арудың мөлдіреген көзі секілді аядай көл бар екен. Құтты сол көздің кірпігіндей көлдің жиегіне айнала біткен біркелкі балапан талдар бар екен. Көлдің бір жақ шетін ала жұптасқан аққулар жүзіп, бейне сол мөлдір көздің ағындай болып әдемі көркемді қалыптастырған. Жағалаудағы қатипадай көк құрақ үстінде шыттай киінген берік жүресінен отыр. Ол оң жағындағы ай десе ауызы, күн десе көзі бар жап-жас бойжеткеннің әппақ қардай мойнынан қымсын баяқ құшақтапты. Білегі қыздың артына бос тастаған сұмбыл шашының астынан өтіп, оң жақ кептер иықтан асқан 5 саусағы уыздай үлбіреп, анардай бұлтиған омырауын қызыл реңді көптас сыртынан бас салардай төніп тұр. Қыздың шолақ жеңінен шыққан қайың бұтағындай сол жақ білегі беріктің белін қапсыра орай барып орналасып қалыпты. Екеуінің арт жақтарында тік түре келіп, ұзын бойлы ақ сұры жігіт тұр. Ой, пырмай! Өзегімді еріксіз өрт шала бастады. Берікті қызған шақсың. Бұл жақсы мінез емес, деп жазғырушы едім. Міне сол қызған шақтықтың қызыл құрты өзімнің де жанымды жегідей жей бастады.
Қызғану деген махаббат қимастығынан туындайтын, үшінші жақтың микробын сүзетін организм денесіндегі без секілді нәрсе екен ғой. Микробтың әсері күштірек келгенде без шошынып, көлемі ұлғайып, уыттана қалатыны бар. Оның шошынуы қатерлі құбылыс емес. Қайта сырттан кеуделеп кіре бастаған ауру вирусына қарсы шабуылға өткендік. Ол дерттер безді тозатын бекініс болса керек. Оның бұртиып, шошына жанға батуын біз көбінде қатеге жорып жүреді екенбіз. Халқымыз без шошынып демей, без ауырып дей салса, сөз таба алмай отырған жоқ. Бұл жерде ол денеге тосыннан кірген сырқаттан шошынып, қарсыласып, басқа органға өткізбей сигнал беріп жатқаны. Иә, тағдыр қосқан жарыңды басқа біреудің баурап, азғырып кетуінен сақтану үшін қызғаныш отына күймей тұра аласың ба? Қызғанышы жоқ махаббатта қызық та жоқ болар. Әйел ерін, ер әйелін қызғанбай, өз білген еріктерімен кете берсе, онда сүйіспеншілікте де не құн қалды? Үйтіп, некелі төсегіңдегі төсенішіңді мұз, жамылғыңды қар қылып, қалтырап тіршілік кешкенше бір жолата суынып, безіп кеткенің абзал болар. Қазіргі қалымде менің жүрегім де сол без сияқты шошына қалды. Көмірдің бір кесек қызыл шоғын жалаңаш қолыммен абайсыз ұстап алғандай, денем дір етіп, фотосуретті сілке лақтырып жіберіп, сабырлылыққа ырық бермей қатты асығыс оқып шықтым. Қат жазып жолдап отырған Қасен атты курсант Бағиланың жүрген жігіт екені мәлім болды. Қош де. Әсілі Бағила осының алдында оған бір қат жазып, жақсы түскен фотосуретін жіберіп қоюды талап етсе керек. Бұл қаттағы мына суреттің келу себебі осы деп ұғыңыз. Бұған да қош. Қаттың нағыз без шошындыратын микроб ошағы мынадай деп жазылған жерінде екен. Сүйіктім Бағила, ендігі келер қатыңды асыға күтемін. Сұлу дидарыңды жүзбе жүз көре алмасам да, суретіңе қарап көз айым болып жүрейін. Суретіңді сөзсіз жібер. Сағыныш толы жүрегіме шапағат нұрын құйсын. Менің саған жіберген мына суретімдегі ару қызбен құшақтасып отырған жігітті танырсың. Иә, танымассың. Сенің аймағыңнан екенін нақ білем. Берік атты сабақтасым болады. Қасында отырған сылқым, оның жүріп жүрген қызы Гүлсім атты бойжеткен. Махаббаттары құп жарасқан болашақ жұбайлар болады. Біз олардың біреуіне төлеген, біреуіне қыз жібек деп ат қойып алғанбыз. Осы суреттің әсем көрінісі болған анау бір көлде жүзген жұбақ қулардай махаббаттың толқынында тербетіліп, ырғалып, жырғалып жүрген шақтары. Бұл бақыттылардың. Әттең шіркін. Бұл суретте менің қасымда жұптасып сен де тұрған болсаң, қандай тамаша, мінсіз естелік болатын еді. Деп бір тоқталып, қаттың соңын көп ұзартпай ақырластырыпты. Ал қызғанғыш болсаң енді қызғанып көр, деймін өз-өзіме іштей. Бәрі де түсінікті болды. Кімнің бетіне түкірем? Баламды бақтырған Бағиланы тауып берген қуауыз Шәрбән болатын. Енді бұл қаттың құпия сыры меннен Бағилаға ашылып, Бағиладан Шәрбәнға ашылып, Шәрбәннан бәріне шашылса,
біткенім сол ғой. Бұл үйге келгеніне 1 айға еркін тола қоймаған Бағила Берікті танымағанымен мен арқылы ұғысып болған. Оның сыртында төрдегі ілінген рамкада бедірейіп Берік тағы тұр. Келген қатын жасырсам, заңға қайшылық жасаған боламын. Не қыларымды білмей, мәңгүрт болып бедірейіп отырдым да қалдым. Осылайша отағасының санасына сайтан жұмыртқалап, маған болған махаббатының омыртқасы опырылып, отбасы ойран болудың алдында тұр мүмкін. Алыстағы адамға ашу шақырудай қорлық жоқ екен. Егер ол қасыңда болған болса, бірде өрт үстіне май құйғандай лапылдап, бірде жел көрікпен үрлеген тас көмірдей қозданып, ал бірде шығыс бұлақтың ебісіндей бет қаратпай бұрқақтатып, енді бірде балға мен төстің арасындағы қызған темірдей ырқыңа көндіре мыжғылап, шеріңнен шыққаныңша тілдеп жұлып тастауыңа да болатын еді ғой. Амал не? Мына қаңыраған аулада өшіңді кімнен аласың? Мұң-зарыңды кімге жағасың? Сықсыңдап қашанғы жылайсың? Оның да шегі бар. Ұлымды құшақтап бедірейіп қанша отырғанымды білмеймін. Үсік шалған тәштектегі гүлдей солғын тартып, ажарымнан айырылдым. Мұндай көңілсіздік көлденеңдерін кім ойлаған? Ұяттың өзін ұялттың ау, Берік, қайтей. Деп, қызғанышым мен ашуым жау болып жағамнан, бөрі болып етегімнен алып, төкке соғылғандай есеңгіреп кеттім. Ертесі Есақылға келіп, 2 парша хат жаздым. 5 жыл әдебиет кәсібін бекер оқыдым ба? Сөздің көкесін меннен сұрасын. Ашумен жазылған хат қайтып оңсын. Берікті сөзбен, терісін теспей сойып, еті мен сүйегін 2 бөлек сылып, боршалап алдым да, соңынан мынадай қорытынды жасадым. Әуелі тәубасына келіп, адами жолдан азбай, тоңғыш некесінің тұнығын ылайламай, заңды әйелімен бала, бейгүна жас қызды жалғаннан обалды етпей, азаматтық абыройын сақтап, әуелгі қалпына келсе кешірімім бар дедім. Енді бір хатты жүріп жатқан қызы Гүлсімге жаздым. Оның мазмұны: қырмызы қызыл жібек шағында, бойындағы пәктік сипаты бояуын жайып, бұлғанбай тұрғанда, ары мен намысы үшін бойтымардай құпиялығын қорғап, адасып ағат кеткен Берікті кешіріммен әуелгі жолына салып, ақ тілектің көз жасымен, менің қасірет қарғысыма қалмай, біздің тағдырымыздан мүлде бөлекше өзіне тән өмір жолын тауып, ендігі жерде дерексіз кету. Осындай ғана кескіндік бұйрық танытқан келте жазылған хат болды. Бұл 2 парша хат түсінген адамға демократияның ұзын арқан кең тұсауы. Бетпе-бет қарсылықтан аулақ, ашуды ақылға жеңдірген хат болады. Бірақ әсіресе Гүлсім үшін енді ғана құрлым қалыптастыра бастаған махаббатына арт-артынан жарылған снарядтың сынықтарындай қауіпті қопарылыс тудырары айтпасақ та белгілі. Бағила мен Қасенді қаралауға вақыт жүрмейді. Білместіктен уышкендіктеріне қатты өкініште қалды. Енді бұл істен біртіндеп ат бойын аулаққа салмастарына да амалдары жоқ. Әуелі Бағила бұл істен хабар табысымен
кете қалғысы кеп қолдаяққа тұрмады. Көңілсіз семьяда күй жайы жараспай, мазасы кете беретінін білді де көп тосылмай жолына түсті. Қиуадан шауып, қисынын тауып, өмір өз шеберлігімен билігін құрды. Жүректің шилі жарасы да күн санап асқынды. Беріккен Гүлсімнен, меннен кешірім сұраған қаттар апта сайын құр емес. Оқи жалығып та кеттім. Амал не? Самсам қылыш қиып түскен буын сіңіріндей көңіл сезімім, үміт сенімім, жан тартар жақындығым жалғаспай азапқа түстім. Екеуіміз екі жерде, уақыт жәмшігінде кете берді. Бара-бара арамыздағы тіл қатта үзіліп, үнсіз қалдық. Январ айының соңы болып қалған мезгіл болады. Мектеп кеңсесіндегі жалғыз телефон безектеп жатқан. Маған келсе керек, Шәрбәннің қағуымен трубканы қолым алдым. Телефон жалғап тұрған Берік екен. Ол кезде телеграф, интернет құрылғылары дами қоймаған, қолфон атаулы мүлде жалпыласпаған кез еді. Оның аптыға сөйлегенінен ұққаным, жексенбінің бостығында үрімжілік бір танысынан шоферлік жүренбекші болып, оның автокөлігімен адам соғып алып, ауыр шырғалаң тудырыпты. Ол адам үлкен докторхананың шұғыл құтқаруында екен. Бүкіл дауалату қаражаты Беріктің мойнына жүктеліпті. Кем дегенде 20-30 мың юан керек екен. Сол үшін тездетіп ақша тауып салып жіберуімді айтып, менің сөзімнің соңын тоспастан жаба салды. Не дерімді білмей сілейіп тұрдым да қалдым. Ішім удай ашып, ызадан жарлардай болдым. Қасымда бедірейіп тұрған Шәрбәннің сақ құлағы да қағыс қалдырмаған екен. Бетім-ау, тағы да сол Берігіңнің әлегі ме? Машинамен адам соғып жаралап шырғалаң тудырып алған болды ма сонда? Қойшар, не деген ұшқалақ ұрыншақ адам еді тіпті өзі. Қашан көрсең, соқтық басқа соқтығып кеп жүреді екен. Алдындағы қылығы анау әне. Көмескіде көзіме шөп салып. Бағила кетерінде бекеттен кездесіп қалып, сенің хал жайыңды айтып, бетіме жер басып, өкініп, өксіп жылағанында саған жаным ашып, Берікке кектеніп, іштей азап ойым қаза болғанын айтып сұрама осы бар ғой. Сонан мен де сенің аянышты тағдырыңды ойлап, ет бауырым езілетін болып қалды қазір. Енді мына қырсықты қарамайсың ба? Кедейді кезеңнен тосып, ойпаңнан тонайды деген осы да. Соншама көп ақшаны сен байқұс жерден шұқып табасың ба? Енді мектеп басшыларына жағдайыңды айтып көр, деп мені қатты мүсіркеген бейне байқатып шыға жөнелді. Біткен деген осы. Енді болған вақиғаларды жырлаудың керегі жоқ. Шәрбән ерікті түрде жария етуге жауапты болды деген сөз. Бейнелеу тәсілі жақтан Литотадан гипербола, гиперболадан Литота болып әлемге тарала бермек. Алдын тосуға келмейді. Бекер бей қайрат. Енді ақшамен шешілетін мәселе болса, ақша құрғыр неге ғана табылмасын? Жылап еңіреп төркін жағыма сәлем жолдадым. Өзімнің 2 жылдық еңбек ақыммен меншікті үй мүлік, жер су куәліктерін кепілге қойып, ауылдық кредит банкесінен қарыз сома алдым. Өмірден өліп өшіп сұрайтыным, сол ажал алқымында жатқан жаралы жанның аман сау қатарға тез қосылып кетуі. Денім сауда, қарыздан қорықпаспын. Қан қарызы мойнымызда қалар, қазадан қорқамын ғой, қазадан. Науқастың хал жайын
Беріктен хат арқылы да, телефон арқылы да сұрап, әз жанымда әмір болмады. Уақыт жәмшігі алдыға дөңгелей берді. 2 ай уақыт дегенше өтіп те үлгірді. Қыстық каникулға Берік кел алмады. Жағдайы түсінікті. Аурумен ауру болып, құрсілдері қалған шығар. Науқасқа мен барып қарайын, сен ауылға келіп бірер апта тынығып қайт деп неше рет өтіндім. Ал ол болса, келмешекте келме. Қолыммен істеген айыбымды мойныммен көтеремін. Маған ешбір алаң болма. Қызметіңді ақсатпай, ақ тілекке жақсы қара. Деп березеп болады. Бір күні Гүлсімнен қат келді. Істің шын сыры, пәле қаланың үлкені дәл осы қаттан айпарадай болып ашылды. Өлім аузынан қалған науқас адам басқа ешкім демес, Гүлсімнің өзі болып шықты. Жанды түршіктірген вақиға қатта былай деп жазылыпты. Тыңдағандарыңыз Мәден Ғаниұлының «Айығу» деген повесті. Оқыған Алтай аймақтық радио-телевизия станциясынан Әмина Өнерқанқызы. Ертең жалғасты тыңдайсыздар. Асылар